Егер ұйқы безі тамақпен қамтамасыз етілген және организмде болатын глюкозаны кәдеге жаратуға қажетті инсулин мөлшерін өндіре алмаса, гипергликемия дамиды. Гипергликемия бұл қандағы қанттың жоғарылауы, ол адамның әл-ауқатын нашарлатып қана қоймайды, сонымен бірге ауыр асқынуларға алып келеді. Сондықтан қант диабетімен ауыратын науқастар қандағы қантты қалай тез және тиімді түрде азайту керектігін білулері керек. Сіздермен сіздің денсаулығыңыз арнасы қазақша каналға қолдау білдіріп, лайк басып, подписка жасауларыңызды сұраймыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Егер сіздің ата-анаңызда немесе ата-әжеңізде қант диабеті болса, онда егер сізде шөлдеу, жиі зәр шығару, тәбеттің жоғарылауы, әлсіздік, күш жоғалту, кенеттен көру қабілетінің бұзылуы, дене тіндерінің қалпына келу қабілетінің күрт нашарлауы байқалатын болса, немесе сіз өте жиі су ішетіндігіңізді байқасаңыз, онда міндетті түрде дәрігерге қаралып, қандағы қант деңгейін тексерткеніңіз дұрыс. Қандағы глюкозаның, яғни қант деңгейінің жоғарылауы 6,1 миллимоль литрді құрайды. Егер өлшеу бұл мәнді көрсетсе, онда сіз қантты азайту үшін шаралар қабылдауыңыз керек. Емделмеген гипергликемия диабеттің дамуына алып келеді. 3,3 миллимоль литрден төмен индикатор гипогликемия. Глюкоза тым төмен. Бұл сандар белгілі болуы керек. Өйткені жоғарғы қандағы қантты мұқият азайту керек. Тез төмендеу гипогликемиялық комаға айналуы мүмкін. Мұндай жағдайда инсулинді екінші типтік қант диабетімен ғана таратуға болады. Сондықтан екінші атауы диабеттің инсулинге тәуелсіз түрі. Глюкоза деңгейін қалпына келтіру үшін түрлі әдістер бар. Дәрі-дәрмектер, халық медицинасы, диетадағы өзгерістер және спорт, жаттығу жасау. Гипергликемияны түзету үшін мәселені шешудің интегралды тәсілін қолдана отырып, барлық әдістерді қолданған дұрыс. Дәрі-дәрмектер. Егер дәрігердің тағайындауында глюкозаның жоғарылауы байқалса, емделу курсы қосымша тексеруден және диагнозды растағаннан кейін тағайындалады. Бұл күнделікті дәрі-дәрмектермен тұрақты терапия, бірақ бір күнде қантты қалыпты деңгейге жеткізуге болмайды. Дәрі-дәрмектің бір дозасы жеткіліксіз. Әдетте дәрі-дәрмекпен емделу өмір бойына жалғасады. Дәстүрлі халық медицинасының рецептері. Лавр жапырағы. Егер сіз тез арада қантты түсіруіңіз керек болса, сіз лавр жапырағынан отвар жасай аласыз. 5-10 минут қайнатып, 1,5 стаканға 15 лавр жапырағын саласыз. Содан кейін ыдыс-аяқтың бүкіл құрамы термосқа құйылады. Бір күнде бүкіл көлемді ішу қажет. Артық мөлшерде су ішу. Күні бойы көп су ішу қандағы қант деңгейінің норма шегінде болуына көмектеседі. Бүйректер қаншалықты су көп қолданса, олар соншалықты артық қантты шайып өтеді. Уақытында ұйықтау. Барлық мамандар бір ауыздан жақсы түнгі демалыс, хал ауқатыңызды, соның ішінде глюкоза көрсеткішін тұрақтандыратындығын айтады. 7 сағаттан аз ұйқы инсулинге төзімділікті арттырады. Сондықтан келесі күні қарныңыз қатты ашып, дұрыс емес тамақтану тәртібіне көшіп, көмір сулары мен қанты көп өнімдер таңдауыңыз мүмкін. Сондай-ақ ұйқы жетіспеуі глюкоза метаболизмінің бұзылуына әкелуі мүмкін. Ұйқы әдетін бір күнде өзгерту қиынға соғады, бірақ күнде ұйықтауға бір уақытта жасаңыз, ол ұзағырақ және өнімді ұйқының болуына ықпал етеді. Айта кетелік, қант диабетінің 2 түрі бар. Қант диабетінің бірінші түрі бұл ұйқы безінің өздігінен инсулин өндіре алмауы салдарынан қан құрамында осы гормонның тапшылығы туындауы. Бұл көбінесе жас адамдарда кездеседі. Екінші түрі бұл ең көп таралған түрі. Ол ұйқы безі тым көп инсулин түзіп, бірақ глюкоза молекуласының ағза жасушаларына жеткізілуін қамтамасыз ете алмауы кезінде туындайды. Глюкоза бұл энергетикалық субстрат. Ол машинаға арналған жанармай сияқты энергия береді. Егер қандағы инсулин жұмыс істемесе, ол ағзада жеткіліксіз деңгейде болса, онда глюкоза жасушаларға жетпейді, тасымалданбайды. Соның салдарынан жасуша жұмыс істей алмайды.
Ол кейбір жасушаларға қарапайым диффузия жолы арқылы түсе алады. Ол жасушаға еніп, бір бөліктен екіншісіне өтеді. Сондай-ақ глюкоза өздігінен жете алмайтын жасушалары да бар. Сонымен қатар бізде гестациялық қант диабеті, ол тек жүкті әйелдерде кездесетін диабет. Босанғаннан кейін көміртек алмасу қалпына келіп жатқан кезде оның жоғарылауы жиі болады. Бірақ ол қант диабетінің екінші түріне айналуы мүмкін. Сонымен қатар генетикалық ақаулар салдарынан туындайтын қант диабетінің басқа да айрықша түрлері кездесіп жатады. Бірақ ол аяғы ауыр кезде сирек кездесетін жағдай. Семіздікті адамның жай ғана косметикалық ақауы деп қарастыруға болмайды. Бұл ақырында қант диабетінің екінші түріне алып келетін метаболизмдік ақаулардың кешені. Оған адамның жасы да әсер етеді. Егер адам өзі қорыта алатын, шамадан көп мөлшерде тамақтанса, онда оның ағзасына түскен энергетикалық ресурстар май жасушалары түрінде сақтала бастайды. Бұл май жасушалары шексіз көлемде ұлғая береді. Олар белгілі бір деңгейде 10 микромольге жеткеннен кейін одан әрі өсе алмайды. Себебі қанмен қамтамасыз ету процесінде ақау пайда болады. Қант диабетінің асқынуы, ми инфаркті, миға қанның құйылуы, көздің көруінің нашарлауы, катаракта, соқырлық, бүйректің қызметінің бұзылуы, белсіздік, диабеттік табан, табанның ауруы, жаралар, іріңді некроздық, өлеттенген процестер, шеткі тамырлардың атеросклерозы, аяқты кесу, жүрек қан тамыр жүйесінің аурулары, жүректің ишемиялық ауруы, жүрек инфаркті. Қант диабеті кезінде тамақтану, яғни диета асқынудың алдын алады. Тамақтану уақыты белгілі бір уақытта күніне 5-6 рет болу керек. Ол көмірсулардың біркелкі ыдырап таралуына байланысты. Тамақтанудағы тиімді қуаттылық, құндылық мүмкіндігінше мынадай болу керек. Таңертеңгі ас 20%, екінші таңертеңгілік ас 10%, түскі ас 30%, түстен кейінгі ас 10%, кешкі ас 20%-ді құрау қажет. Дұрыс тамақтану арқылы қант деңгейіңізді қалыпты деңгейде ұстап тұра аласыздар. Осымен бүгінгі видеомыз аяқталды. Сіздермен болған дәрігер Гүлнұр. Сіздің денсаулығыңыз. Қазақша каналға қолдау білдіріп, лайк басып, подписка жасап, комментарий қалдыруларыңызды сұраймыз. Сау болыңыздар.